Қайырлы күн көрермендер. Тоғызқұмалақтан қанша жүріс есебі бойынша 4-ші сабағымызды бастаймыз. Өткен сабақта берілген үй тапсырмасын тексерейік. 2-де 4 құмалақ болса 23 жүріс, 4-те 3 құмалақ болса 13 жүріс, 5-те 4 құмалақ болса 11 жүріс, 7-де 2 құмалақ болса 4 жүріс болады. Қанша жүріс ойынында 5x алу 9 формуласын қолданамыз. Мұндағы x құмалақ жинайтын отау санынан құмалақ тұрған отау санын азайту. Құмалақ саны 5-ке көбейтеміз. Егер отауда 5 құмалақ болса, формула бойынша 9-ды азайтамыз. 5 саны 1-ден 5-ке дейінгі тор көзге жазылады. Ал енді мына кестедегі тапсырманы 5x алу 9 формуласы бойынша шығарып көріңіздер. Паузаға қойып шығарайық. Есепті шығарып болғаннан кейін дұрыс жауабын қарап тексеріңіздер.